Барлықтарына сәлем. Мен прокурор Айдардың жүргізушісі Мұхаммед боламын. Бүгін біздер IT класспен танысатын боламыз. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Мен прокурор Айдардың жүргізушісі Мұхаммед боламын. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз? Мен IT технология үйірмесінің жетекшісі Нұрбол Мұсалы. Осы үйірме туралы қысқаша ақпарат етіп кетсеңіз? Біздің үйірменің аты IT технология үйірмесі 2018 жылы ашылған болатын, яғни Нұр Отан партиясының елбасының қолдауымен IT класс болып ашылған. Бұл біз үйірмеде 3 бағыт бойынша жұмыс істейміз. Яғни ол бірінші робототехника бағыты, екінші Arduino, үшінші 3D модельдеу. Жалпы бұл бағыттардың негізгі атауы STEM деп аталады. Оқушылардың жұмыстарымен таныстырып кетсеңіз? Әрине. Ең бірінші бізде оқушымыз Елесов Асылжан деген Roblox студия бағдарламасындағы осы IT класстың 3D модельдерін ұсынып жасап отыр. Асылжан, айтауы. Қош келдіңіз, менің атым Елесов Асылжан. Бұл Roblox студия бағдарламасында құралған біздің IT классымыз. Roblox студия ол платформада движок саналады, бірақ оған тоқталмайық. Бізде бастысы IT класс. Біз оның ішіне кірсек, барлық әр детальді көре аламыз. Және де оның ішіне ойнауға болады. Бұл затты сен қанша жасадың? Бұл айталықта 3 немесе 4 айда істедім. Жақсы. Сен мұнда қаншадан бері келіп жүрсің? Мен мұнда 2021-дің қыркүйектен бастап оқып жатырмын. Жақсы, рахмет. Енді келесі оқушылармен жұмыстарым танысайық. Келесіде бұл екінші бағыт. Бізде робототехника бағыты деп аталады. Яғни бұл лего жабдықтары бойынша біздің оқушыларымыз әртүрлі роботтарын құрастырады. Яғни бізде Райымбек, Зейін, Әлислам деген оқушыларымыз, яғни оқушылар өздері түсіндіріп айта кетсе. Саламатсыздар, мен аты-жөнім Құрманғалиев Әлислам. Мен IT технология үйірмесіне қатысамын, робототехника бағытына. Мен мұнда сумо роботын жасап жатырмын. Аға, сен осы үйірмеге қанша жыл қатысып келе жатсың? 4 жыл. Сол 4 жылдың ішінде қандай заттар жасадың сен? Үлкен, мысалы, ғимараттар, немесе роботтар, пілді, маймылды, түрлі роботтарды, робот-пылесос, мысалы, және де жарыстарға арналған робот, ол сумо роботы, кегерлинг роботы, биатлон роботы, және де тағы да басқа роботтар. Алда қандай роботтар жасағың келеді? Адамның роботын. Шын адам сияқты да? Иә. Келесі оқушылардан сұхбат сұрайық. Өзіңді таныстырып кетсең? Сәлеметсіз, менің есімім Ғабдуллин Райымбек. Мен IT технология үйірмесінің робототехника саласына қатысамын. Мен осы салаға бір жылдай қатысамын. Рахмет. Келесі оқушымен таныссақ. Өзіңді таныстырып кетсең? Менің есімім Мағал Зейін. Мен робототехника қатысып жүргеніме 2 жыл болды. Ағай, мен де осылардың арасында қосылып кетсем бола ма? Мен де роботтар жасағым келіп тұр. Әрине, қазір онда Әлислам деген оқушыға айта қояйық, саған барлығын түсіндіріп, қалай құрастырылатынын айтады. Рахмет. Мұхаммед, қазір сен бұл датчикқа бұл тоқты қосуың керексің. Неге біз осыны қосуымыз керекпіз? Себебі біз оны қоспасақ, ол жүрмейді, ол көрмейді. Сонда бұлардың да көздері бар ма? Иә, адам сияқты олар сезе де алады. Олардың сезетін көретін жерлері қай жерде? Олардың сезетін көретін жерлері ол датчиктар. Міне ультра дыбыстық датчик ол мысалы көреді. Және де сезу мүмкіндігі де бар. Түс датчигі ол түспен жүру, немесе түстен кету, немесе түстен арырақ бару. Біз сияқты мысалы жарды көргенде басқа жерге бару, немесе жардан ары қарай кету, немесе есікті ашу, есік тұрса. Енді мен де істеп көрейін дедім осындай роботтарды. Міне қазір осы ультра дыбыстық датчикті мына ішке қондыр. Мен негізі оңай деп ойлап едім, бірақ қатты қиын екен мыналарды қондыру. Бірінші мына ультра дыбыстық датчикті ал, бірінші қолың. Енді тоғын қондыр, иә. Осылай міне енді сенің роботың көре алады.
осы робот енді ана істеп көрейік, қалай жұмыс жасайтынын көрейік. әрине. Бұл не? Бұл сумо және кегірлинг аренасы. Аха. Бұл сонда сумо роботы, да? Бұл бізде сумо роботы 25-ке 25. Біз оны жүргізу үшін біз әрдайым бірінші программа жасауымыз керекпіз. Мінекей сол программаны қосам. Міне ол бірінші іздейді. Мысалы, менің қолым оны қарсыласа, қолымызды қойып қалса, ол Бұл сонда жақсы көріп тұр, да? қанатта итеріп тастайды оны. Аха. Қайттан істеп көрсек. Өзім басып істеп қара. Мына ортасына бас. Алшақ кетесің де, қолыңды көрді. Немесе қолыңды көргенде, оған егер де сенің қолыңа қиын болса, ол барады да алдайды да артқа кетуі мүмкін. Сонда бұл алдау, да? Иә, алдау тәсілі ол. Бұлардың да как-то адам сияқты милар да бар, да? Кейде болады, бірақ көбінесе болмайды, өйткені программаны именно өзіміз жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай робототехника оңай емес. Бұны программалау, оны құрастыру қиын жұмыс. Бұның артында қаншама еңбектер жатыр. Сол үшін балалар робототехникаға келіңіздер. Осы үйірменің нәтижесі неде? Өте жақсы сұрақ. Біз балаларға әр робототехника аралы детальдарымен құрастыруды үйретіп, әр деңгейде жеткіземіз. Яғни осының барлығы біздер тек қана құрастырып қана қоймай, оқушылар бұл құрастырған әр робототехникаларын жарыстарға қатысады. Яғни қалалық жарыстарға, облыстық, республикалық жарыстарға қатысып жүлделі орындар алып жүр. Қазір таңда айта кететін Жақсығалиев Артур мен Мағаз Зейін деген оқушымыз бізде робототехниканың халықаралық олимпиадасы болып жатыр. Соның республикалық кезеңіне жолдама алды. Бұйырса осы маусым айында барып, олар жарысқа қатысып шығады. Одан бөлек біздер оқушылармен бірге IT біздің таңдауымыз деген ғылыми жобаны бастаған болатынбыз. Оның бір ерекшелігі, біз оқушылармен бірге осы үйретіп жатқанымызды барлық еліміздің оқушыларына онлайн түрде оқытамыз. Яғни ол ғылыми жобамызда міне көрсете кетейін. Бізде робототехника, міне тірейді, STEM роботтардың құрылысын, жұмысын және қолданылуы мен компьютер ғылымдарын біріккен саласын дамыту болып табылады. Яғни осы барқылы біздер оқушыларға YouTube бейне порталында, Instagram, Facebook және TikTok әлеуметтік желілерінде өзіміздің аккаунттарымызды ашып, ары қарай оқушылармен бірге жұмыстанып, жұмыстарымызды көрсетеміз. Осымен Прокуржық Айдары мәресіне жетті. Тіркеліп, лайк басып, және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, сіздермен болған мен Мұхаммед Али.